Сен шүберек тайып мені қатындардың әңгімесіне араластырма. Қой деймін. Мам, мен шаршадым. Ажырасқым келеді. Өзіңіз келіп мені алып кетіңізші. Осы күнге дейін болған жағдайды білесіз ғой. Қызым, отбасы болған соң ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Сен әйелсің, ақылды болуың керек. Мам, неге түсінбейсің мені? Мансұрдың болашағы үшін ажырасқым келеді. Қызым, сен басқа қалада тұрасың. Мен қазір сені алып кете алмаймын. Өйткені қаржы керек. Сен айдың аяғына дейін күте тұршы. Мен ақша жағын реттеп алайын. Ай, келдің ба? Шамалы үйде ретіп деген тамақ дайындасайшы. Қарныңыз ашты ғой. Бұларға рахат. Үй болса міне жайрап жатады. Кеш батқанша бөлмесіне шықпайды. Самал сыртқа шығып көзіне жас алып, әкем тірі болғанда мен болай жүрмес едім деп күңіренеді. Оның жүрегінде ауыр сезімдер мен өкіну, болашаққа деген алаңдаушылық. Мен әлі айтып болған жоқпын. Өзім үшін, балам үшін мен бәрібір де ажырасамын деген шешімге келеді.